академия, магистратура және докторантура бағдарламалар бойынша кадрлар даярлауды жүзеге асырады. Бұл ретте магистратура ғылыми педагогикалық бағыт бойынша 2 жыл оқу мерзімімен және бейінді бағыт бойынша 1 жыл оқу мерзімімен іске асырылады. Докторантура сонымен қатар 3 жыл оқу мерзімімен ғылыми педагогикалық және бейінді бағыттармен ұсынылған. Айта кететін болсақ, докторантура бағдарламасы алғаш рет өткен жылы тиісті лицензия алғаннан кейін іске қосылды. Бұл жоғары оқу орнын дамытудың маңызды кезеңі және кеңес пен академияның жалпы құқықтық білім беруді жетілдіру және дамыту жөніндегі кешенді жұмысының нәтижесі болды. Академияға түсушілерге қойылатын талаптар ең алдымен сот жүйесі және судьялардың мәртебесі туралы Конституциялық заңында белгіленген. Нормативтік құқықтық актілер банкінде еркін қолжетімді қабылдау қағидалары осы талаптарға нақтылайды. Мәселен, қағидаға сәйкес академияның магистратурасына түсу үшін бейінді бағыт бойынша 29 жасқа және ғылыми педагогикалық бағыт бойынша 28 жасқа толған адамдарға рұқсат етіледі. Бұдан басқа жоғары заң білімі және заң мамандығы бойынша кемінде 5 жыл жұмыс өтілі болу туралы талап белгіленген. Докторантураға түсу үшін магистр дәрежесінің болуы туралы талаптар белгіленген. Бұл ретте заң мамандығы бойынша кемінде 5 жыл жұмыс өтілінің болуы бойынша жалпы талап бар. Магистратураға түсу үшін түсу емтиханы белгіленген. Оған мыналар кіреді: кешенді тестілеу, кейс шешу және эссе жазу. Докторантураға түсу үшін эссе жазуды және әңгімелесуден өтуді қамтитын емтихан тапсыру қажет. Бұл ретте докторантура үшін шет тілін тапсыру бойынша талапта белгіленген.